Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Танымал ақын, журналист Серік Қалиев өмірден өтті, деп хабарлайды Алаш айнасы КЗ тілшісі Қазақпаратқа сілтеме жасап. Бұл туралы бүгін өзінің Facebook парақшасында дінтанушы журналист Ардақ Байғабыл жазды. Жатқан жері жайлы болсын ағамыздың. Бүгін қазақ елінің ақыны, керемет тұлға, асыл ағам Серік Қалиев бақилық болды. Аллах рахымына алсын сізді ағау. 30 күн оразасын ұстап, Шәуәл айының 6 күндік оразасын түгендеп, құптан намазына бара жатқан жерінде жолда көлік қағып кетті ағамызды, деп жазды ол. Құрметті көрермендер, біз өз командамыз атынан Серік Қалиев отбасына көңіл айтамыз. Сіздер де көңіл айтып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.